достар, сіздермен бірге Vibe of Voyage. Қалайсыздар? Көріспегелі көп болды. Біздің видео салмағанымызға бір жылдай болып қалды. Ол бір жыл аралығында біздің өмірімізде көптеген өзгерістер болды. Біз Жапониядан қайтып келдік, оқуымызды бітірдік, жұмысқа орналастық, біреулер оқуын жалғастырды дегендей. Бір жыл бойы видео салмасақ та, бізбен бірге осы уақытқа дейін болған көрермендерімізге көп алғыс айтамыз. Және сол аралықта бізге қосылған жаңа көрермендерімізге қош келдіңіздер деп айтамыз. Негізі Vibe of Voyage 3 қыздан тұрады. Ол мен Айдана, Санти және Сымбат. Ал Сымбатта қазір сессия, ол бізге кейінірек қосылады. Негізінен біз видеоблогымызды Жапонияда бастадық, бірақ қазір Қазақстанда болсақ та, сіздерді әлі талай Жапониядан түрлі қызықты видеолар күтіп тұр. Біз әлі сіздермен бөліспеген неше түрлі видеоларымыз бар бізде. Және алда солармен бөлісетін боламыз. Ал бүгінгі видеомызда біз осы уақытқа дейін бізге келіп түскен сұрақтар мен комментариялардың бірнешеуіне жауап бергіміз келіп тұр. Қазір біз сіздердің бірнеше сұрақтарыңызға жауап береміз. Ал кеттік. Так. Бірінші бір коммент оқып жіберейін. Лаура деген қыздан келіпті. Видео өте қызықты болып шықты. Сіздер күлгенде мен де күлгім келіп кетті. Жапондықтар шынымен де өте қарапайым әрі ақкөңіл жандар. Видео түсіруді жалғастыра бересіздер деп ойлаймын. Я, құдай қаласа жалғастыра береміз деп өзімізде ойлаймыз. Көп рахмет сізге, Лаура, осындай әдемі комментіңізге. Және осы қолданушы тағы бір сұрақ қалдырған екен, соған жауап берсек. Сіздердің видеоларыңыз туралы қазір ғана білдім. Бұрыннан бері көрмегеніме өкінемін. Түсірген видеоларыңыз өте қызықты, бастысы қазақ тілінде жасалған. Бір сұрағым, сіздер осы беттеріңізден таймай жақсы видео тағы да түсіре алатын мүмкіндіктеріңіз бар ма дейді. Мүмкіндік Құдайға шүкір бар. Енді каналымызды одан әрі дамытуға, өркендетуге осыдан кейін көптеп күш салатын боламыз. Сондықтан сіздер де бізбен бірге болыңыздар. Келесі. Мынандай бір сұрақ бар екен. Сәлеметсіздер ме? Жапонияда азық-түліктің бағасы біздің теңгемен шаққандағы бағасы қанша болады? Мысалы, бір нан мен судың бағасы. Жапонияда азық-түліктің бағасы негізі қазақ теңгесіне шаққанда қымбат түседі әрине. Өйткені бұл жақтағы айлықтар мүлдем басқа, ол жақтағы айлықтар мүлдем басқа. Және Жапонияда азық-түлік ол жапондардың алатын айлығына шаққанда ол кәдімгі қатты қымбат емес болып саналады. Мысалы, бір нан мен есімде қалып кетті, ол 6 тілімнен тұрады. Бүтін нан емес, тілімдерге бөлінген нан. Ол 75-нен тұрады. Ең арзаны 75 yen. Ол супермаркеттерде. Ал мысалы, үйіңнен шыға салғандағы жақын жерден алатын болсаң, комбини сияқты. Convenience store. Ол жерде 118 yen еді. 24 сағат істейтін шағын дүкендер. Сондайларда 118 yen, 120-дан аса, 20 yen-нен аса болады. Және су, 2 литр су 108 yen еді. Ол жаңа налогымен бірге қосқанда 108 yen. Біз сіздерге астында 108 yen біздің теңгеге шаққанда қанша болатын жазып қоямыз. Көрсетіп қоямыз. Бәрі прям есімде ғой. Есімде. Бәрін жазып жүремін де бағаларға байланысты. Сондықтан бәрі есімде қалып кетті. Келесі. Және не айтуға болады тағы бағалар жайлы. Мысалы, ол жақта айтып кететін нәрсе, арбуз өте қымбат, қауын өте қымбат, жеміс-жидектер өте қымбат. Және де негізі ойлап қарасаң, Қазақстанда рахат қой ол жағынан. Олар мысалы бүтіндей бір арбузды сатып алу олардың ойына да келмейді. Ал бізде ол кәдімгі қолжетімді нәрсе болып сатылады. Олар тек жаңа кесілген және бір
ыдысқа салып қойған. әдемілеп кесіп салып қояды. Сосын мысалы андай кішкентай әдемі контейнерге кішкене қарбыз, кішкене қауын, кішкене ананас, сосын тағы кішкене бір жемісті былай ассорти жасап, сөйтіп супермаркеттерде сөйтіп сатады. Бүтін бір мынандай қауын қарбыз тұрған көрмейсің. Бірақ мынандай кішкентай біздің әңгелек сияқты қауындар болды. Соның біреуінің өзі біздің теңгеге шаққанда 1800 теңгеден тұратын. Біздің теңгеге шаққанда ол кезде 3000 теңгеден жоғары, жоғары еді, сондай болады. Мынандай ғана алатынбыз. Және сол жеміс жидектер көбінесе дәл Жапонияның өзінде фермаларында жаңағыдай өсіріледі, және сол жағынан да олар өте қымбат болып келеді. Себебі мысалы бір персикті алып көрейік, персик шабдалы. Олар өте әдемі, дәл оны өсіреді, және біреуінің өзінің бағасы мысалы 500 йеннен астам болады. Бір шабдалдың өзі ғана. Бір шабдал, килограмм емес. Сосын ол жақта бір қызығы килограммдап емес, бәрін 1 штук, 2 штук деп сөйтіп алады. Және ең қымбаты ол ет, әрине де. Біз Жапонияда болған 1 жыл бойы жаңағыдай таза біздің түсініктегі ет деген нәрсені көрмедік, жемедік. Тек тауық етін пайдаландық, балық етімен күн көрдік десе. Ja, күн көрдік. Шынымен де. Қысқаша бағалас туралы. Они даже тут алкаши деген коммент екенін түсінбедік. Жапондарға байланысты шығар деп үміттенеміз. Бізге емес. Миядзаки қай жерде, Токио жақта ма, әлде Нагасаки жақта ма? Темірлан Оспановтың сұрағы екен. Бұл комментарий біздің Аошима туралы видеомыздың астында қалдырылған. Аошима деген жер өзі Миядзаки префектурасында орналасқан. Және ол Миядзаки префектурасы Кюшю аралында орналасқан. Сіздер білетін болсаңыздар, Жапония өзі 4 негізгі аралдан тұрады. Ең үлкен арал ол Хоншу, яғни сол аралда Токио сияқты, Киото, Осака сияқты үлкен қалалар орналасқан. Одан кейін Хоккайдо деген арал бар, ол ең солтүстігінде. Және Кюшю оңтүстік арал болып табылады. Және Окинава деген арал бар. Және осы Миядзаки сол Кюшю аралында орналасқан, өте жаңағыдай жұмақ сияқты күшті керемет жер. Темірланның сұрағында Токио жақта ма, әлде Нагасаки жақта ма? Яғни Токио емес, Нагасаки жақ, Нагасаки да сол аралда. Екеуі бір аралда орналасқан. Өлеңге байланысты. Сосын Кастар ТВ есімді қолданушы Вайко Фаяж видеоның басындағы өлең қандай деген сұрақ қойыпты. Ол біздің студенттік өмір туралы видеоларымыздың басында Exile Tribe деген жапондық топтың I Wish деген әні. Интернеттен қарап қойып алсаңыздар болады. Және біздің бір видеомызға РКТЛ деген адам жаман деп жазбайды. Қай жері жаман екен, қай жері жаман, соны бізге айтып жүрсеңіз, біз оны түзеуге тырысамыз. Нақты қай жер екен, және де достар, біздің жауап бергіміз келеді, ол бізге көп қойылатын ең басты сұрақ, ол сіздер Жапонияға қалай келдіңіздер, не істеп жүрсіздер деген сияқты көптеп бізге әлеуметтік желілерде де қойылады. Қалай баруға болады Жапонияға деген сияқты. Өзімізге келетін болса, сонша жүр. Біз Жапонияға баратын жолымыз ол университетке түсуімізден басталған. Біз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің шығыстану факультетінің жапонтану бөлімінде оқыдық. Бірінші курстан ол жерге түскеннен бері бәрінің алдында бір арман, ол Жапонияға оқуға бару, 1 жылға болсын, жарты жылға болсын деген сияқты. Өйткені алдында оқып жатқан үлкен сенпайлардың, яғни бізден бұрын 1-2 курс оқитындардың жыл сайын кетіп жатқанын көресінде, сен де соған талпынасың. Сондықтан біздің факультетке түскендердің барлығы өзінің оқып жатқан тілінің еліне баруға тырысады. Яғни ол Қытай болсын, Корей болсын, араб, парсы, түрік,
хинди, урду, сол тілдердің өзінің еліне баруға талпынады. Сондай мүмкіндік бізге 4-ші курста туды, бірақ яғни сол оқуға бару үшін 3-ші курстың ортасында тест тапсыру керек болды. Сол тестті тапсырдық. Содан жоғары жақсы балдар алсаң, жаңағыдай Жапонияға бару мүмкіндігі туады деді бізге. Біз сол тестті құдайға шүкір жақсы тапсырып шығып, Жапонияға баруға, Цукуба университетіне баруға мүмкіндік алды. Сөйтіп Жапонияға келіп, бізге видеоблогты түсіруді бастадық. Жапонияның кереметтігін көрсеткіміз келді сіздерге. Тек өзіміз ғана көре бермей, бәріне көрсеткіміз келді. Сөйтіп басталды. Негізі біздің университет, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және соның ішінде біздің шығыстану факультеті әлемнің көптеген университеттерімен тығыз жұмыс жасайды. Соның ішінде біздің жапонтану бөлімі осымен 20-25 жыл уақыт аралығында Цукуба, Киото, Токио шет тілдер университеті, Васеда университеті сияқты Жапонияның беделді университеттерімен ынтымақтастық жұмыстар атқарады. Сол мүмкіндіктің арқасында біздің факультеттің, біздің бөлімнің студенттері Жапонияға 1 жылға, жарты жылға және мұғалімдер қысқа уақыттық тағылымдамаларға барып келе алады. Егер де сіздер біздің университетімізге, біздің факультетімізге, біздің бөлімімізге түсіп жатсаңыздар, міндетті түрде жақсы оқыған, талпынған студенттер осындай керемет мүмкіндіктерге ие бола алады. Достар, бізге сұрақтарыңыз болса, астында қоя беріңіздер. Егер сіздерге осындай айдар ұнаса, біз оны жалғастыруға тырысамыз. Достар, осымен біздің бүгінгі видеомыз тамам. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта арнамызда Қазақстаннан да, Жапониядан да қызықты видеолар көптеп салынатын болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Көріскенше сіздермен бірге болған Вайп оф Вояж.